Мен Ибрагимов Азтекен, қазір пенсияда. Бейбітшілік әлемі халықаралық халықтар достығы одағының төрағасы болып жұмыс істеймін. Бұрынғы менің бұданғы 10-15 жыл бұрын ұйғыр мәдениетінің, Әуезов аудандық ұйғыр мәдениетінің төрағасы болғанмын. Одан кейін республикалық ұйғыр мәдениетінің бюро мүшесі болдым. Қазір кезде мен осы Әбен Нұрманович біздің құрметті бір ағамыз бар, сондай бір жақсы кісі. Соның қол астында ұлттар достығы бойынша әр жерде, Қазақстан ұлттарының достығы бойынша әр жер жиналыстарда осы нелерді сөйлеп келе жатырмын. Енді біз Орта Азияда, яғни Қазақстанда өмір сүріп атқан түркі халықтар деген кім? Орта Азия керемет сұлу өзендерімен, көз жетпес тауларымен, ұлан байтақ орманымен. Көз жетпес ұлан байтақ даласымен. Дүние картасына керемет сән беріп тұр. Анау Байкал көлінен бастап, Қытайдың Великий стенасынан бастап, Еуропаның Балкан тауларынан дейін ұлан байтақ кең далада арғымақтарының тұяқтарынан от шашыратып, дүние мәдениетіне керемет үлестерін қосқан, дүниені таңғалдырған, дүниеге керемет ғұламаларды жаратқан, керемет батырларды әкелген, тілі бір, діні бір, тарихы бір, мәдениеті бір, шыққан тегі бір, қуанышы мен қайғысы, досы мен дұшманы ортақ болған, бір нанны тең бөліскен, тарихта бір-біріне тас атпаған, жеріне жау келгенде қолына қару алып бірге қан төккен. Бұл тарих, бұл келе жатқан тарих, әліге дейін келе жатыр. Болсын қазақ ұйғыр достығы. Оның ішінде Орта Азиядағы басқа түркі халықтарында достығы. Біз дүниеге керемет мәдениет жаратқанымызбен мақтанамыз. Қазір 21 ғасырдың 18 жыл көрсетіп тұрыпты. Бұл ғасыр күштілер, әлсіздерді, ұйықтап атқан адамның басын басып өтетін ғасыр. Сондықтан да мен айтқан болар едім, түркі халықтарына, әсіресе Қазақстан халқына ауызбіршілік, бірлік, ынтымақ тілеген болар едім. Қазір 21 ғасырдың 18 жыл көрсетіп тұрыпты. Бұл ғасыр ғылымның, білімнің ең жоғарғы көтерілген кезі. Яғни техниканың ең жоғары көтерілген кезі. Бұл ғасырда мәдениетті күшті мемлекеттер алға кетіп жатыр. Осындай бір өмірде сүріп жатырмыз. Біз ұйғырлар 51 мемлекетке тарап кеттік. Тардай тарап кеттік. Тарихи отанымыздағы жағдайды өздеріңіз білесіздер. Біз қазақстандық ұйғырлар өзімізді көкірегімізге ұстап мақтан ұстаймыз. Неге олай? Біз дүниеде болмаған мүмкіншіліктерні, бауыры кең, құшағы кең, дастарханы мол қазақ халқының бізге берген қамқорлығымен мақтанамыз. Біздің президентіміздің берген бізге мүмкіншілігін, қазақ үкіметінің берген мүмкіншілігін мақтанамыз. Біз ұйғыр театрымызбен мыңдаған бар балдар ана тілінде оқып атқан мектептермен. Мысал үшін Қазақстанда 62 аралас 11 таза ұйғыр мектебі бар. Одан басқа біздің 2 газетіміз шығады, 4 журналымыз шығады. Осы жерде өзіміздің мәдениетін, ана тілін, тарихын, қаншағы біздің доктор наук ғалымдарымыз бар, қанша кандидат науктарымыз бар. Бұлар бәрі Қазақстанның экономикасы, Қазақстанның өркендеуі үшін өздерінің күшін салып жатыр. Енді оның ішінде біз жоғары үкіметке танылған, басқа мемлекетке танылған кәсіпкерлерімізбен мақтанамыз. Яғни бұл мыңдаған жылдар қазақ ұйғыр достығының соңы деп білемін. Сондықтан да бізге бірінші Қазақстан халқына, Қазақстанда өмір сүріп атқан барлық халықтарға ауызбіршілік деймін.
бірлік, ынтымақтық тілеймін. Яғни біз осы жерде тұрып, келешек ұрпағымыздың, өзіміздің мыңдаған жылдар келе жатқан бабаларымыздың мәдениетін, тарихын, ана тілін và басқаны қалдыруға мүмкіншілік бар екенін дәлелдеп келе жатырмыз. Мен өзім түркі халықтың бір перзенті болғаным үшін біздің бабаларымыз, аталарымыз жаратқан мәдениетпен өзімді сондай бір жоғары ұстаймын. Бұл түрік мәдениеті. Түрік мәдениеті деген не? Біз басқалар ұйықтап жатқан кезде керемет мәдениет жаратқан халықпыз. Америка, Еуропа ғалымдары Еуропа мәдениетіне кім әсер етті? Олар бұл туралы көп материалдар жазған кезінде Еуропа мәдениетіне, Рим мәдениеті, грек мәдениеті әсер еткен. Кейінгі кездерде Америка ғалымдары, Еуропа ғалымдарының археологиялық тексерулері, басқа тексерулермен олар сондай бір нелермен дәлелдеп шықты. Яғни Еуропа мәдениетіне, Америка мәдениетіне әсер еткен Орта Азиядағы түркі халықтар. Біз философия жағынан, математика жағынан, астрономия жағынан, егіншілік жағынан, агрономия дейміз. Осыларына философия ва басқалар жағынан баяғыда керемет ғалымдар шыққан. Мысалы үшін кезінде шыққан біздің Оғызхан бабамыз бүкіл түркі халықтарды біріктірген. Мен болдым сендерге хақан, алыңдар қолыңдарға шамшар ва қалқан. Бізге болсын бұндың боян, көк бөрі болсын бізге оран деп шыққан біздің Оғызхан бабамыз. Одан кейінгі шыққан мына Еуропаны 100 жылдап сұраған Ателла біздің бабамыз. Одан кейінгі шыққан Мүйіншір, Сұтық-Бағрахан, Абылай хан, керемет қолбасшылар шыққан. Одан кейінгі біздің шыққан Махмұд Қашқари бабамыз, Юсуп Хас Баласақун, Әл-Фараби бабаларымыз, Ахмет Ясауи бабаларымыз, Ибн Сина, Бируни, Ұлықбек астрономиядан дүниеге даңқ шығарған. Одан кейінгі біздің Абай бабаларымыз, Шәкәрім бабаларымыз, міне осылар жаратқан жаңалықтар дүниені таңғалдырған емес пе? Медицинаны кімнен үйренді? Еуропалар. Бізден. Дүниеде бірінші жасаған медицина кім? Түркі халықтары. Астрономия жағынан жер шарының дөңгелек екенін, оның айналасында айның айналуының, күннің айналуын дәлелдеп шыққан кім? Ұлықбек. Одан кейінгі философия, мемлекеттерді қалай басқару, армияны қалай құру, қалай қалаларды салу, қалай мемлекеттерге тағы жаңалықтар жарату бойынша Юсуп Хас Баласағун бұл бабамыздың жолымен. Міне қазірге дейін сол жазған, 1000 жыл бұрын жазған нәрселері қазірде міне іске асып келе жатыр. Одан кейінгі Махмұд Қашқари бабамыздың жазғандары. Міне осында көптеген мысалдарды келтіруге болады. Біз осымен түркі халықтары өзімізді мақтан ұстаймыз. Мен өзім қазақша оқыдым. Қазақша Қызылордада. Қызылордада қазақша мектеп бітірдім. Қызылордада техникумды қазақша бітірдім. Міне осы күнге дейін мен сол бірге оқыған жолдастармен араласып келе жатырмын. Енді Алматы облысына мен жиі шығам, ауылдарға жиі шығам, ұйғырлар отырақтасқан жерге қазақтар араласпын. Мен тойларына барам. Бәр жерде мейлі нәзір болсын, құдай жол болсын, той болсын. Қазақ, ұйғыр бір табақтан бір нанны тең бөлісіп, жегеннен көріп мен қуанып отырам. Енді мына жақында мен 4 тойда болдым, оның 2-і аралас той болды. Қазақ, ұйғыр некелері. Бізде көп нәрселерінде түсінушілік жоқ. Яғни түркі халықтарының тарихын жазып атқан адамдар өте аз. Жазса да тарихты, бұлай тарих деген 2 түрлі болады. Бірі академик тарих, бірі любительский дейді. Тарих тағы бір нәрсе айтады, тарих туралы. Тарих деген бір қыз бала, оны кім киіндірсе солай киініп шыға береді деген сөз бар. Сондықтан да шын тарихты жазып атқан
ағаларымыз, інілеріміз, бауырларымыз жоқтың орнына. Оның ішінде түркі халықтары. Неге дегенде біздегі империялар түркі халықтарының түркі тарихын бәрін жоқ қылып келген. Бізге оларды қалдырмады. Қалдырса да өздерінің пайдасына жазған ол тарихты. Сондықтан біздің жастарымыз көбі білмейді. Міне мен сұраған болады осы түркі тарихтарын жастарға жазу керек, түсіндіру керек. Біз түркилер кімбіз? Біз неге ынтымақ болмаймыз? Біз неге бірікпейміз? Міне сонда ғана бізді сыйлайтын адамдар о кезде көп болады. Қазір біз бір күрделі заманда өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан да мен бауырлас халықтарыма, түркі халықтарына, оның ішінде түркі халықтарына ауызбіршілік тілеген болар едім. Бір-біріне сыйлаушылық тілеген болар едім. Бір-біріне құрмет тілеген болар едім. Сонда ғана бізді жаратқан, бұл дүниеге әкелген біздің бабаларымыз қуанып қалатын еді. Біз неге біріккен кезде, Турания болған кезімізде, Түркістан болған емізге, дүниеде біз арғымақтың үстінде қылыш ойнатып, дүниеге күшіміздің барынша айқайлағанбыз. Біздің бәрі құрметтеген. Неге қазір сондай болып қалдық? Сондықтан осыны түсінуіміз керек. Сол үшін бізге бірлік керек, ынтымақтық керек. Біздің қазіргі президентіміз Назарбаевтың ұстап жатқан саясаты өте дұрыс. Керемет бір тапқыр, алғыр, сондай бір білгіш адам екен. Аз 27-28 жыл болды ма? Соның ішінде бүкіл дүниеге Қазақстанды танытты. Яғни түркі халықтарының ішінде ең өркендеген, ең құдіретті бір мемлекетке айналдырған біздің президентіміз Назарбаев. Осы кісінің несімен бүкіл қазақ халқы, қазақстандықтар бірігіп Қазақстанды басқа Еуропадағы өркендеген мемлекеттердің терезесін бір қылуға бәріміз бірдей күш салышымыз керек. Бәрімізге денсаулық, бірлік, ынтымақтық, үйлеріңізге береке, халқымызға ауызбіршілік тілеймін.